Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін осындай суда қайнап пісетін батон нан дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін және де жаңа шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Тіркеліп алған болсаңыздар, батон нанымызды дайындауға кірісейік. Батон нанымызға 150 грамм жылы су қажет болады және 150 грамм сүт, кішкентай шай қасықпен тұз және 3 шай қасық шекер және де 15 грамм ашытқы қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұн мен 600 грамм қостым. Сіздер ұнның жаңағыда сортына байланысты қарайсыздар. Енді қамыр қатты болып қалмау керек. Орташа жұмсақтықта болу керек қамырымыз. Осылай жақсылап қамырымызды иілеп, бетіне үлкен ас қасықпен сұйық май салып, тағы да жақсылап иілеп қамырымызды жақсылап иілеп болғанымыздан кейін қалпағын жауып ыдысымыздың қамырымыздың ашуын күтеміз. Қамырымыздың ашуына шамамен 30-40 минут, 1 сағаттай уақыт кетеді. Ашқан қамырымызды осылай ұзын формаға келтіріп алып, тең 3 бөлікке бөліп аламыз. Тең 3 бөлікке бөліп алғанымыздан кейін қамырымызды осылай домалақ формаға келтіріп, тағы да бетін жауып біраз уақытқа алып қоямыз. Қамырымыз тағы осылай көтеріледі. Енді көтерілген қамырларымызды қолымызбен осылай жайып аламыз. Мен багет нанымыздың арасына сухофрукты қостым. Егерде сіздерде сухофрукты болмаса, нанның өзін осылай жайып, қазір видеода көрсетілгендей орап аласыздар. Сухофрукты қосатын болсаңыздар, алдын ала жуып, тазалап, дайындап қоссаңыздар болады. Кейін осылай жан-жағын біріктіріп жасап аламыз 3 қамырымызды да. Дайын болған қамырларымызды табаға жайғастырып, бетін осылай пышақпен кесіп сәндеп алсаңыздар болады. Жайғастырып алғанымыздан кейін бетін қамырымыздың жауып, тағы да 15-20 минуттай уақытқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырларымызды қайнап тұрған суда 35 секунд екі жағынан қайнатып аламыз. Байқасаңыздар, қамыр суда қайнағаннан кейін тағы көтеріледі. Енді осы қамырымыздың бетіне кунжут мак сеуіп, қызып тұрған пеште 250 градуста беті қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Мінекей батон нандарымыз қып-қызыл әдемі болып пісті. Дәмі өте керемет, иісі енді өте хош иісті, сондай сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болады. Бетіне жұмыртқа жақпасаңыздар да осылай қызарып әдемі болып піседі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.